Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ірімшік қосылған осындай әдемі печенье пісіреміз. Видео рецепті бастамай тұрып, мен каналыма тіркелуді және қоңырау белгісін басып, пісе дегенді таңдауларыңызды өтінемін. Бізге 250 грамм ірімшік қажет. Оған жұмыртқан 2 сары уызын қосамыз. 120 грамм қант. Бөлме температурасындағы 100 грамм сары май. Шым-шым тұз және 5 грамм қопсытқыш қосамыз. Барлығын шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Шамалы ванилин қосамыз. Екі 180 грамм ұн қосып, қамыр илейміз. Бізде өте жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды бетін жауып 10 минутқа демалдырып қоямыз. Енді қамырымызды бір басып алып жаямыз. Жайған кезде қамырымыздың қалыңдығы 2 мм-дей болу қажет. Енді қамырымыздан осындай домалақ пішінді кесеміз. Диаметрі 6-7 см. Печенье жасауға кірісеміз. Печеньеларымызды пергамент төселген противеньге осылай арасын ашықтап қойып шығамыз. Печеньеларымызды духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Піскен печеньенің үстіне қант ұнтағын себеміз. Мінекей достар, біздің ірімшік қосылған печеньеміз дайын болды. Печеньелар өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.